Қуаныштың қайрағы, қазыналы думанда, берекенің байрағы желбірейді бұл маңда. Той сериясы жалғасар, қазақ аман тұрғанда деп, қазағымның қазыналы қуанышына қадам басып, ел жұртпен амандасып, ақтастырған аясында жиылып отырған ардақты ағайынға, барша достарымызға қош келдіңіздер деймін. Мынау енді атыңнан айналдым әке деген, өсіріп мына бізді мәпелеген, әкесі бар балалар ерке болады, аспандағы айды да әпер деген десе, ай мен күнге теңеп еркелетіп емес, нағыз ер азамат қылып өсірген, кереметтей ер азаматқа жарасатындай мінез қылықты барлық тәрбиені берген, бүгінде Бекжан мырзаның өзінің Асқартауда әкесі Құдияр ағамыз тұр. Құдияр ағамызға бір қаттырақ шапалақпен сөз кезегі сұнайық. Керемет сый-сипаттар алып қойды. Енді бұл сый-сипаттарды қазір біз тарататын боламыз. Просто так таратпаймыз, ойын ойнатамыз, конкурстар болса ойындарға қатысасыздар, кім активный отырады, соларға осы сый-сипатты табыс ететін боламыз. Ең бірінші ойын өте оңай. Неге оңай? Себебі ешкім сіздерге сұрақ қоймай, ешкім сіздерді билетпейді, ешкім сіздерді шақырмай, просто орында отырып ойнайсыздар. Мен қазір 3-ке дейін санайым. 1, 2, 3 деген кезде қай столдың айқай шуы мықты болады, соған 3 бірдей подарок. Buraya her şey boş geçiyor.